Баршаңызға сәлем. Бүгін өте оңай және дәмді болатын сырники дайындаймыз. Таңғы асқа өте дәмді. Ол үшін бізге 350 грамм сүзбе қажет болады. Оған бір жұмыртқамыз қосып жібереміз. Бір ас қасық қантымызды қосамыз. Оның үстіне 2 ас қасық жарма қажет болады бізге. Жақсылап блендермен еземіз. Сүзбеміз құрғақ болғандықтан оны жақсылап тұрып, осы блендердің көмегімен жақсылап езіп, араластырып аламыз. Міне блендермен езіп болды жақсылап. Енді қолымызға ұн сеуіп, жақсылап шариктер тәріздес форма жасаймыз. Бір келке етіп форма жасаймыз. Оны тақтайға тізіп, табамызға май құйып, қыздырып аламыз. Табамызды қыздырып, сырникемізді салып, екі жақтан қып-қызыл қып пісіре бастаймыз. Бетін жауып пісірсеңіздер де болады, бетін ашып пісірем десеңіздер де өз еркілеріңіз, қарап тұру қажет. От қатты болып кетпесін, күйіп кетеді. Сондықтан орташа отта пісіреміз, осылай қарап тұрамыз да. Екі жақтан аударып, өте сондай жұмсақ, нәзік, дәмді, таңғы асқа сондай тойымды тағам. Тағы да таңғы асқа жақсы рецептер түсіретін боламын. Күтіңіздер. Бұл менің YouTubeға салған алғашқы видеом болғандықтан сіздерден қолдау күтемін. Сырникеміз осылай дайын. Бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Мен шие қойдым бетіне әрлеу үшін. Сіздер шоколад қосып істесеңіздер болады. Әркімнің әртүрлі құлпынай қойып қойсаңыздар болады. Жақсы комментарийлер жазып, каналыма тіркеліп отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.